сәлеметсіздер, мен Бигмакс Ксю. Бүгін бізде Квай деген бағдарлама жайлы не айтып кетейін. Квай бұл там сен клип түсіресің. Дұрыстап айтайын. Сен ол жерде клип түсіресің кәдімгідей. Яғни музыканы қосып қойып клип түсіресің. Бұл жер мен Квай жайлы алдында білдім, одан кейін біраз ойланып жүрдім. Бәлкім мен де Квайды орнатып көрермін. Мен де бәлкім Квайға видео түсірермін. Мен просмотр жинайын дедім. Одан кейін ойландым, мен ақымақ емеспін, мен топас емеспін, мен бұндай видеоларды түсірмеймін деп айттым. Ал Квайға қазір керек. Квай жайлы айтса кетсем, Квайда маған кейбір видеолар ұнайды, кейбір видеолар ұнамайды. Кейбір видеолар біртүрлі топастар сияқты, ал кейбір видеолар әдемі. Себебі мұнда неше түрлі сүйкімді қыздар көп, одан кейін жаман да видеолар көп, әдемі видеолар да көп, сапасыз видеолар да көп, сапалы видеолар да көп. Яғни әртүрлі ғой. Баш айтқанда не айттың біледі. Достар, сіздер Квай жайлы білесіздер ме? Квайда енді айтарға сөзім жоқ. Өздеріңіз комментарий жазасыздар деп ойлаймын. Мен қазақша ютубта Квай жайлы бірінші видео түсіріп жатқан мен деп ойлаймын. Достар, мен де басында Квайға видео түсірем деген, бірақ түсірмедім. Мен Квайды мана орнаттым, одан кейін өшіп тастадым, одан кейін қайтадан орнаттым, одан кейін видеоны түсіріп болғаннан кейін қарасам видео сохранить етілмепті. Жыным келіп кетті да. Одан кейін қайтадан видео түсіріп жатырмын. Алдын ала айтып кетейін, осы видеоға лайк басып, менің инстаграм группаға, вконтактеде группаға, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, колокольчик, яғни қоңырау, яғни колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Осы арқылы жаңа видео шыққанын көре аласыздар. Және сұрайын деген, Квайда сіздердің аккаунттарыңыз бар ма? Ой, болса жазып кетіңіздер. Мысалы, менікімде Саламат Абаханов деп тұр. Ал кеттік. Мен алдында бір Квайдан бір қызды көріп қалдым. Оның екі видеосын көрдім. Біреулер оны 14-те дейді, біреулер 16-да дейді. Біреу 14-те дегенде таң қалдым. Қалай? 14-те бірақ үлкен қыз сияқты дедім. Мен 13-темін, одан кейін бір түрлі көңіл күйім де түсіп кетті. Достар, маған осында ерте өсетін адамдар ұнамайды. Ол қыз міне, оның аккаунты міне. Видеоларын көріп отыратын уақыт жоқ. Бірақ қараңыздар, неше подписчик екен? 207 мың подписчик. Ойбай. Ал жасы 16-да екен бірақ. Ал мына жерде 196 подписчик дейді. Бүктірлі екен. Бірақ қалай адамдар осындайға барады деп ойлаймын. Мен біріншіден Квайды ұнатам, прикол үшін. Видеолар, кейбір топас видеоларды көріп, күлу үшін. Бірақ Квайдың екінші жағымында сондай топас адамдар көп, көргім келмейді да. Жыным келіп кетті бұл айтқанда. Бір жағынан Квайда видеолар қызық. Міне мен алдында жоқ. Жаңген айта берейік. Міне мен алдында емші көріп қалған ютубтағы видео. LJ минимал. Кешіріңіздер қатетсен. Минимал. Басында кейбіреулер ешнәрсе айтпаймын. Жоқ, мен бұндай видео түсірмеңдер деп айтпаймын. Түсірмеңдер, ол бәрібір. Өздерін бәрібір түсірмеңдер десем тыңдамайсыңдар, түсіріңдер десем де бәрібір. Адам өзіне байланысты, бірақ нормально бұл видеолар. Себебі ешқандай не айта алмайым, қарсылығымды білдіре алмайым. Одан кейін не айтуға болады тағы да. Квай жайлы. Нормально видеолар осыда ғана деп айтсам, нормально видеолар осыда ғана. Нұсқаларынікі ұнаған жоқ, топас, текке түсірген адамдар. Бұндағы адамдар лайк қалайды, просмотр қалайды, аттағы шыққанын қалайды. Текке өз-өздерінің дәрежесін түсіруде. 665 лайк жинапты. Мәсән 947. Лайк үшін, атақ үшін, просмотр үшін бұндай әрекетке бармаңыздар, достар. Әйтпесе, сіздердің де бастарыңыз істемей қалады, текке жынды болып кетесіздер. Бұл адамдардың тең жартысы басы ауыратын адамдар.
ойбай. Мынау музыкаға жыным келеді кәдімгідей. Жоқ. Бұл емес. Қазір. Птичка летит домой. LG оно. Летит домой. Все будет окей. Қой. Достар, мен квайға жай прикол үшін кіремін, ешқандай нәрсе қызық емес. Еш нәрсе іздемеймін бұл жерде. Квай жайлы ойлаңыз, комментарияға жазып кетсеңіздер. Достар, содан кейін мен де басында квайға видео түсірейін деген, одан кейін жоқ, мен бұндай ақымақ емеспін дедім. Одан кейін мен квайда видео түсіргенді ұнатпаймын. Екінші, маған квайда видео түсірген ұнамайды ғой, бірақ ол жай, мен просто билегенді ұнатпаймын. Яғни билеу білмеймін. Кішкентай кезімде тойларда билейтін едім көптеп, бірақ өсе келе билеу ұялам, одан кейін билеу білмеймін. Ал сіздерге билеген ұнай ма? Және қандай биді билейсіздер? Жақсы билейсіздер ме? Мен билей алмаймын, және билеген ұнамайды. Осымен. Достар, осымен видео аяқталды. Осы видеоның жалғасын қаласаңыздар, дұрыстап квай жайлы айтқанымды қаласаңыздар, осы видеоға 20 лайк жинайсыздар. Сол кезде квай жайлы айтып беремін толықтай. Әзірге сау болыңыздар. Мен кеттім. Осы видеоға лайк баса салыңдар, иә? Жақсы, сау болыңдар. Жақсы, кеттім.